Мінекей шабдалының жапырақтары бүріліп қалған. Іштері өсімдік биттері, яғни тілияға толып кеткен. Енді біреулер ойлайды, бұның бәрі өсімдік биттері тілияның кесірінен болып жатыр деп. Олай емес, бұл екі түрлі аурумен ауырып тұр. Бір жағынан өсімдік биттері тілия болса, екінші жағынан жапырақтың бұйралануы деген қазақша айтқанда сондай аурумен ауырып тұр. Бүгінгі видеомызда осы аурулардан қалай құтыламыз, қалай емдеуге болады, солар жайлы айтамыз. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгін сіздермен бірге бау-бақшамыздағы жеміс ағаштарымыз, соның ішінде шабдалының мынандай бұтақтарының жапырақтары түсіп қалуы және жапырақтарының бүріліп қалуы, бұл қандай ауру, бұның алдын қалай аламыз және бұған қандай ем жүргізуге болады, солар жайлы айтамыз. Одан алдын сіздер Жомарт бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліп, сұрақтарыңыз болса комментария қойып, видеоларымызға лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді мына сұмдыққа қараңыздаршы, мына жерде. Мына шабдалының жапырақтары міне кәдімгідей солып, бүрісіп, қызарып, кәдімгідей ет алып, сіңіп кеткен. Көп адам бұны көргенде, мынау шабдалының су құрып кеткен жоқ екен деп ойлауы мүмкін. Бірақ бауырлар, енді бұл үсік емес, бұл енді шабдал ауырып тұр. Егер қазір дәл осы күндері шара қолданбасаңыз, ертең мына жапырақтардың бәрі қап-қара болып түсіп қалады. Ағаш жалаңаш қалады да, бойындағы бүкіл күшін жаңа жапырақ шығаруға жұмсайды. Сөйтіп үстіндегі кішкентай жемісін асырай алмай, жемістерінің бәрін жерге төгіп тастайды. Бүгін мен сіздерге осы бір пәлені бір-ақ күнде тоқтататын, өз бақшамда қолданып, нәтижесін көрген нақты тәжірибемен бөлісемін. Видеоны өткізбей соңына дейін мұқият көріңіздер. Ағайындар, бұл жерде ағашқа бір емес, екі бірдей қауіп қатар келіп соққы беріп тұр. Осы екеуінің атын да затын да біліп алуымыз керек. Бірінші жау мына сыртынан қысып жатқан саңырауқұлақ ауруы мынау. Мұның атын ғылыми тілде курчавос листев, ал өзіміздің қарапайым тілде жапырақтың бұйралануы дейді. Шабдалы ағашының ең басты соры, ең қауіпті ауруы да осы мінекей. Екінші жауы мына міне жапырақтың ішінде жыбырлап құжынап жүрген өсімдік биті, яғни тілі. Бұл да міне жеміс ағаштардың қанын сорып өсуіне кедергі жасайды. Мен мынаны енді 1-2 күн бұрын дәрілеп едім, уже азайыпты. Бұл өсімдік биттері, яғни тілі, ағаштың жас бұтақтары мен жапырақтарының арасында шырынын сорып жатқан нағыз паразиттер. Ең сорақысы, олар өте қу. Жапырақ бұйраланып, ішіне қарай ширатылып, тығылып алған соң, сіз үстіртін сепкен дәрі бұларға жетпейді. Олар жапырақтың ішінде үйшік жасап алып, кәдімгідей өсіп өліп, ағаштың қанын ішіп жатыр. Міне осы жау, екі жау бірігіп, шабдалының түбіне жетіп тынады. Қазір біз бұлардың көзін қалай жою керектігін қадам-қадаммен түсіндіреміз, көреміз. Енді дәрі дайындамас бұрын біздің бірінші жасайтын жұмысымыз мынадай мүлдем оңбай қалған, қалыңдап кеткен, мынадай ширатылып, бүріліп қалған жапырақтарды қолмен үзіп, жұлып алып тастаймыз шамамыз келгенше. Бұларды бәрібір емдеп жаза алмаймыз. Бұлардың іші уже іріп кеткен, шіріп кеткен. Осы жерде ең басты ережені айтайын, олар көп осы жерде қателеседі. Мына үзілген ауру жапырақтарды ағаштың түбіне, огородқа тастай салмаңыздар. Егер түбіне тастасаңыз, ішіндегі бит те, бұйраланудың споралары да жерде жатып өсе береді. Ертең желмен, құмырсқамен қайтадан ағашқа өрмелейді. Сондықтан да мынадай бір шелекке жинап алып, бақшадан алысқа шығарып өртеп жіберіңіз, немесе жерді терең етіп қазып, көміп тастаңыз. Аурудың ошағын енді шама келгенше көзбен құрту керек. Ал енді маңызды бөлімге келдік. Енді осы қос пәледен ағашты, жеміс ағаштарын қалай емдейміз? Бізге бір оқпен екі қоянды ататын, яғни битті де өлтіретін және бұйралануды емдейтін де аралас қоспа керек. Енді дәрі алатын жерлерге барсаңыз, сізге әртүрлі дәрілерді беріп, басыңызды айналдыруы мүмкін. Мен сіздерге нақты өзімнің тәжірибемде сынап көрген, кәдімгі нақты нәтиже беретін екеуін ғана айтайын. Біріншісі мынау карате деген препарат. Бұл жаңағы жапырақтың ішіндегі биттердің көзін жоятын мықты препарат. Ол контактный жұмыс жасайды, яғни биттің денесіне тисе, тілияны бірден сұлатып түсіреді, яғни көзін жояды. Бұл карате өте жақсы. Екіншісі мынау скор препараты. Бұл жаңағы жапырақ бұйралануының емі. Ол ағаштың антибиотигі сияқты ішіне сіңіп, саңырауқұлақты тоқтатады, жояды. Егер сіз жақта күн әлі салқын, жаңбырлы болса, 15 градустан төмен болса, онда скордың орнына хорус алыңыздар. Хорусты пайдаланың. Ал күн жылып кетсе, 15 градустан жоғары болса, онда скор жақсы жұмыс істейді. Екеуін бірдей сатып алудың, шығындалудың қажеті жоқ. Сізге біреуі де жетеді. Енді бізде қазір күн жылы, сондықтан да
мен карата мен скорды қосамын. Енді мөлшері қосуы 10 литр таза су аламыз. Енді мына каратеден 2 грамм 2 миллилитр сорып алып, және скордан да сонда 2 миллилитр, өзі ішінде ампула 2 миллилитрлік. Осыны 10 литр суға құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ешқандай артық мөлшер қосудың қажеті жоқ. Көп қоссам тез жазылады деп ағашты күйдіріп алуыңыз мүмкін. Осы менің айтқан өлшемім енді ең қауіпсіз әрі дәл жақсы өлшем деп айтамын. Міне мынау енді карате, бұл енді тіляға өте жақсы. Енді жеміс ағаштарыңыз көп, бау-бақшаңыз үлкен болса, осындай үлкен түрін алған дұрыс. Енді кішкентай түрін алсаң жетпей қалуы мүмкін. Мен осындай үлкенін аламын, бау-бақшам үлкен болғаннан кейін. Нақты өлшеммен жұмыс жасаған дұрыс. Мына сприспен 10 литр суға 2 миллилитр тартып аламын. 10 литр суға қосамыз. Төгеміз. Енді бұны бір араластырып жібереміз. 10 литр суға 2 миллилитр 2 грамм каратені қостық. Енді мынаның ішінде өзі дайын тұрған ампуласы бар. Мынаны былай қарай жыртамыз. Скор. Осының ішінде мына ампула болу керек. Бұны енді осы жерден сындырып, мына ішіне қосып жібереміз. 2 миллилитр қостық. Енді екеуін жақсылап араластырамыз. Екі миллилитр карате, 2 миллилитр скор. Қоспамыз дайын болды. Мінекей карата мен скор араласпасы. Бұл кәдімгі өсімдіктегі тіля өсімдік беттерін де құртады, және бүйралану ауруында емдеуге көмектеседі. Енді бұны қазір шашамыз, қалай шашуды көрсетемін. Енді өздеріңіздегі бар шашатынмен шаша берсеңіз болады. Аппликатормен мен мынандай осындай шашатын сатып алдым. Кәдімгі батарейкалы, шашуға өте ыңғайлы, жоғарғы биіктегі ағаштарға жақсы жеткізеді екен. Енді осымен қазір енді шашамыз. Жеміс ағаштарын дәрілегенде шағырайып тұрған, күн шығып тұрған кезде дәрілеудің қажеті жоқ. Ол енді күнменен тез кеуіп кетіп, жаңағы нәтижесі төмен болуы мүмкін. Осылай күн батуға жақындағанда, кешкі уақытта, кешкі салқынмен дәрілеген дұрыс болады, өте жақсы болады. Өйткені дәрі осы кешкі салқында мына жапырақтардың бойына сіңіп, жаңағы зиянкестерді өлтіруіне үлкен пайдасы тиеді. Енді бұны шашқанда да, шашудың да өзінің жолдары бар. Мен шашып көрсетейін. Мынандай тұманмен шашу керек. Қатты енді шомылдырып жақсылап шашпасақ, ол жаңағы зат енді кішкене шашқанға өлмеуі мүмкін. Жақсылап шомылдырып шашқан кезде астынан мынадай болып суы, дәрі тамшылап тұру керек. Сосын біз шашқанда көбінесе тек мынандай қылып үстінен шаша береміз. Бұл үстінен шашқан кездері мына жапырақтың үстінен дәрі шашылғанмен мына бүйраланғандардың астына бармай қалып, жаңағы өсімдік беттері, тілелер өлмей қалуы мүмкін. Соның үшін астынан да жіберу керек. Үстінен де, жанынан да, астынан да шашу керек. Үстінен жібергеннен кейін астынан да жіберу керек. Барлық жеріне баратындай. Осы кезде де осындай жан-жағының барлығын шашқанда ғана нәтиже көре аламыз. Міне ағайын, енді шаруаны бітірдік. Осылай дәрілесеңіз, 2-3 күн қатарынан дәрілеу керек. Осылай 2-3 күн қатарынан дәрілесеңіз, 2-3 күннен кейін келіп тексеріп көрсеңіз болады. Ішіндегі биттердің бәрі қап-қара болып өліп жатады. Ал мына ауру бүйраланған жапырақтарда кеуіп түседі. Енді бұл жапырақтар қайттан өсіп кетпейді. Бұлардың бәрі қурап түсіп қалады да, орнына тап-таза жап-жасыл жаңа жапырақтар шығады. Ағаш, яғни есін жияды, аурудан айығады. Енді бұл жерде соңғы ескерту, бит бар жерде міндетті түрде құмырсқа жүреді. Құмырсқалар битті ағаштың басына өздері тасып шығарады.
Өйткені олар биттің тәтті шөлін жақсы көреді. Сондықтан да ағаштың ініне арнайы желімді белдік байлап қойыңыз. Немесе түбіне құмырсқаның дәрісін себіңіз. Құмырсқа тыйылмаса, бит те тоғысылмайды. Егер де сіздің шабдалыңызда осындай проблема болса, ертеңге қалдырмай дәл қазір қолға алыңыз. Сұрақтарыңыз болса, пікір жазыңыздар. Тәжірибе жүзінде жауап беруге дайынмын. Осылай бақшаңыздағы шабдалы не басқа да жеміс ағаштарыңызды осылай дәлелсеңіз болады. Видео пайдалы болса, видеоға лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді жазып, каналға қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар.